Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Маунтин байк – бұл жолсызбен жол тауып жүруге арналған велосипед. Әрине ондай орындары көбінде Іле Алатауы баурайында жетіп артылады. Алматылық байкерлер осы бір таудың барлық аңғары мен жыраларын аралап шыққан. Олар қыстың күні тау шаңғышылары мен сноубордистер сырғанайтын таулы орманның еңістерінде жазғы маусымда еркін жүреді. Қалың өскен шыршалар арасын кес-кестеп, орманды алқапта жоғары жылдамдықпен қауіпті аймақтарды бағындырады. Аталмыш сала бірнеше санатты жоғары қойған. Яғни бұлар кросс-кантри, даунхилл және триал. Роман Ерошұлы даунхиллді дұрыс санайды. Сол себепті дос жарандарымен жаңа биіктіктерді бағындырып, жетістіктерін ұлғайтады. Даунхилл – это скоростной спуск горы. Даунхилл – бұл таудан төменге жоғары жылдамдықпен түсу. Екі дөңгелекті шайтан арбада. Қарапайым великтермен осы спортпен шұғылданатын жігіттер бар. Бірақ өте қауіпті болғандықтан, ондай әрекетке жиі бармауларына кеңес береміз. Мұндай жолға арнайы дайындалған велосипедтермен шыққан жөн. Тежегіші мықты, асты, биік болуы шарт, кедергілерді еркін бағындыру үшін. Маунтин байктың маңызды құрылымы жолсыздан жол табу болып табылады. Тау велосипедтері спорттық, шосселік және тректік қос дөңгелектіден ерекше. Өйткені ол нағыз трапециевиттік жақтаумен қапталған, амортизациясы да жұмсақ, әрі артқа аспасы да бар. Велосипедтің құрылымы темірі өте қатты болады. Сондай-ақ тау велосипедінің дөңгелектері де шыдамды. Сыртқы резинке қаптамасы қалың болады. Бұл джип маркалы көлігімен жүргендігіңіздей сенімді, қауіпсіз техника. Жеңіл көліктер жүре алмайтын аумақтарда еркін жүретін жол талғамайтын көліктер секілді. Тау велосипеді осындай ерекшелікке ие. Егер әлеуметтік желілерге, ғаламтордағы ақпараттарға сенсек, осы бір тау велосипеді спорттық түрлердің ішіндегі ең қауіпті ондыққа кіреді екен. Сол себепті бұл жолға арнайы дайындықтан өткен жандар келгені дұрыс деп айта аламын. Шын мәнісінде, бұл қауіпті тау спортына арнайы дайындық қажет. Ерекше мінез бен жол барысында қаймықпас салмақтылық қажет. Көп адамдар биік кедергілерде жылдамдықпен келіп секіре, жерге түскенде ішкі құрылысын ерекше әсер алатындығын айтып жатады. Солай ойлайды, бірақ тәжірибелі байкерлер адреналин алу денеңді шынықтырып, саяхатқа деген құмарлығыңды ашып, өз астыңдағы тұлпарыңа ғашық болу керек деген ойда. Мен осы бір спорт түрімен осыдан 5 жыл уақыт бұрын айналыса бастадым. Шынайы түрде 3 жыл бұрын кірістім. Қазір айырылмас досым, ісім десем де болады. Роман негізінде мотоциклмен қыдырады, ал қысқы уақыттарда қар таулы аймақты басысымен сноубордын құшақтап жазық далаға саяхатқа шығады.
Мен негізінде көбіспен айналсам. Сноубордпен, шаңғымен, мотоцикл, жалпы жүріп сырғанайтын барлық спортпен. Мысалға стол теннисі, үлкен теннистей бір саладан ғой. Мен осылардың барлығын қатар алып жүрем. Айналсам, ал солардың ішінде велосипедке ықыласым ерекше. Жылдамдықпен төменге велосипедпен ылдилау тізгінді мығым ұстауды талап етеді. Көздеріңізге елестетіп көріңіздерші. Байкердің тізгінді ұстаған қолдарын. Жарыс жолы болса, көбінде америкалық және европалық төменге түсу жолдары дұрыс деп саналады. Бастысы топырақты жолдар дайындалған, төселген, әрі бұрылыстарға ескерту белгілері қойылады. Мұндай жолдардағы жылдамдық сағатына 80 шақырымды құрайды. Әрі мұнда тежегішті де көп баспайсың. Ал европалық жолдардағы жүріс бағыты шынайы, кедергілері көп. Шұңқырлар мен төмпешіктер, ағаштар мен тастар. Осындай тәжірибелі байкерлер алдыға адам салып отырады. Кейде жауын жауып, жолды тіпті тайғанақ етеді. Байкерлер құлайды, ауыртады денелерін. Бірақ олар өздері таңдаған спорт. А насчет того, что я получал травму? Жарыс жолдарында өтірік емес, көптеген жарақаттар алдым. Солардың ең ауыры сол аяқтағы жарақат. 2 жыл бойына соның салдарын көрдім. Кейінгі жастарға міндетті түрде қорғаушы қаптамаларды киіңдер деп айтқым келеді. Өйткені онсыз мүгедек болып қалуың ғажап емес. Байкерлердің таңдаған жолы жарақаты көп, экстремалды болса да олар таңдаған кәсібінен бас тартқан емес. Кезінде танымал суретші әрі жазушы Рерих дайым шыдамды болыңдар. Кедергілер арқылы біз өсеміз деген екен. Қиын жолдарды бағындыра отырып, байкерлер тәжірибесі жыңдалады. Романға қарап даунхилл оның жан дүниесінде ғана емес, бүкіл денесімен кіріп кеткендігін аңғаруға болады. Осы бір спорт түрінің жемісі болар. Мен қазір өте сергекпін. Кез келген қиындықтарға төзе білуге ұмтылам. Қандай да бір тау биіктіктері мен еңістері болса, күнделікті қарапайым ісім сияқты еркін бағындыруға тырысам. Жігерлі білек пен тыныш жолдардың жақсы жұмыс істеуі кедергілерді еркін өтуге мүмкіндік береді. Қыдырғанды жақсы көрсең, жоғары көтерілгенді де сүйе білу шарт. Көптеген байкерлерді көріп жатамыз. Өз құрылғыларымен жоғары көтеріліп жататын. Өйткені адам баласының ішкі құрылысы соны талап етеді, қызықтырады. Қазір алюминий, титан, карбон, тағы басқа темір терсектен құрастырылған велосипедтер 8 бен 17 келі салмаққа шыдап жатады. Ал жылдамдық үшін жасалынған қос дөңгелектілер 20 келіні көтереді. Алматылық байкерлер үшін қандай жер ыңғайлы? Мен өзім қай жер дұрыс деп нақты айта алмаймын. Өйткені барлық еңістер өз алдына тамаша орындар. Бұлар Шымбұлақ, Ақбұлақ, Таулыгүн, Медеу. Бізде мұндай орындар өте көп. Мына бір жер уақытым болғанда жиі жаттығатын орталық мен үшін. Әрбір жол өз алдына қиын да күрделі, әрі қызықты. Бүгін бізде Роман мен Бағыбай аумақтарда қыдырудамыз. Әлия Алатау бөктеріндегі керемет жерлердің бірі. Тау бөктерінің жасыл желегі күнмен шағылса өте керемет әсер сыйлайды. Бұл аумақ алма өсіруге таптырмас орын еді. Енді велосипедшілердің ыңғайлы орталығына айналған. Осы бір спорт түрінде мені ұдайы қолдап жүретін дос-жарандарым жетерлік. Біздің бос уақытымыздың арасында пайдаланатын осы бір спорт түріне бірге жиналатын жолдастар. Біздер кейде бірге тау басына шығып, еңіске ылдилаймыз. Кедергілерді секіріп өтіп, керемет әсер аламыз. Әрине барлығына да ұнайдысымыз. Бірақ үйдегі отбасың, жақындарың қатты алаңдайды. Байкерді тоқтату мүмкін емес. Тауға арналған велосипедтердің әрқайсысы өз алдына ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Құрылысы да әртүрлі. Амортизаторында, дөңгелегінің мөлшерінде, рамасы да басқаша. Әрі құрастырушы компанияларда әр елде. Даунхиллде көбінде велосипедтің механикалық мүмкіндігі мен амортизатор сапасы рөл ойнайды.
тежегіштері дискілік болмаса гидравликалық үлгілері де. Мен әр жыл сайын әр кезде өзіммен жаңа велосипед сатып аламын. Яғни әр кезде өзіме жақсысын, соңғы үлгідегі керемет құрастырылғанын іздестіремін, таңдаймын. Менің бойыма, салмағыма сай келетіндерін қараймын. Әрине, әр жүрісімнен керемет ләззат аламын. Қатты жылдамдықпен төмен қарай ұшып келе жатып, алған бағытың оңай, еркін жүріп өтетін жол емес екендігін есіңе аласың. Байкер желмен жарыса мынадай ойға кетеді. Бұрылысқа қалай кіргенім ыңғайлы. Бұрылысымда қалай еркін, оңай бұрыла аламын. Әрине, әрдайым қауіпсіздікті ойлайсың. Өйткені жолыңдағы кедергі қателігіңді кешірмейді. Жол бойына сол жайттарды ғана ойлайсың. Кедергілерді қалай айналып өтуге болады шынымен де. Тау велосипедінсіз байкерлер қандай ережелерді көп сақтайды жол бойына шыққан кезде. Олар еңіс жолын бір көріп шығады ма? Әрине, жүрер жолыңды бағдарламай, көрмей, көзді жұмып түсіп кетуге болмайды. Белекпен жоғары көтерілесің алдымен, жолды білу үшін. Әр қиылыстар мен бұрылыстарын, кедергілерді, тастарды байқайсың. Сосын ойланасың, жүріп өту қажет пе деп, әлде керек емес пе деген сезіммен. Алматының жазғы маусымының барлығы құрғақ әрі ыстық бола бермейді. Жаңбыр жауып, селде жүреді. Ал тау шыңдарына қар жауып, суытатын сәттерде аз емес. Әле Алатауы тауы Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі бөлігі саналады. Сол себепті метеорологтар осы аумақтардағы циклонды жауын-шашын жиі орын алатындығын айтады. Осыған орай тау басында арықтар мен шұңқырлар көптеп пайда болады. Бас тауларда өз сағасынан ауытқып басқа жағады. Қой тастарда әр жерге шашырап жатады. Егерде осындайда еңіс өте қауіпті, кедергілері көп болса ойың өзгереді. Ал таңдаған жолдың кедергісі аз, өтуге қиын көрінгенімен тәуекел жасауға боларлық жолдар болса, байкерлер өз ісіне кіріседі. Яғни бағындыруға тізгінге отырады. Тау велосипедін меңгере отырып, сені жаңа жолдастары табасың. Тәжірибелі байкерлер осындайда жаңа бастаған велосипедшілер үшін жауаппен қарайды, көмектеседі. Өйткені олардың тәжірибесі аз, олар жеткен жетістікке жетпеген. Осы себепті де өз саласының нағыз маманы Роман Ерошұлы жастарға алдымен спорттық залдарға барып дайындықтарын шыңдағандары дұрыс деп есептейді. Фитнеспен айналысып, тауға шығып үйреніп, білек күшін шынықтыру керектігін айтады. Ни для кого не секрет, что сейчас молодежь занимается абсолютно не теми делами, которые... Әрине, барлық жанды спортпен айналысуға шақырғың-ақ келеді. Бимен, футболмен, баскетболмен, велосипед спортмен айналысыңдар дерем. Өйткені бұлардың барлығы да өз алдына спорт түрі. Бұл қозғалыс. Велосипедке тоқталатын болсақ, жігіттер қай саласында жүрсеңіздер де, оның мәнін ұғыныңыздар. Мейлі даунхилл, фрирайд, кросс-кантри болсын, мейлі триал болсын. Айырмашылығы жоқ. Велосипед өте керемет құрылғы. Әсер алып, өмірге ұмтылдырады. Шын мәнісінде бүгінгі қоғамды дөңгелексіз елестету мүмкін емес. Десе де, Перудың Титикака өзенінің жағасындағы жанартаулы аралдарда әлі күнге қайықпен ғана жүзетін индеецтер өмір сүреді. Дөңгелексіз джунгли орманын мекендейді. Барлық жүкті өздері Гималай тауында еркін тасиды. Ал біздер дөңгелекті дұрыс деп қараймыз. Кейде 4 дөңгелекте техникадан қос дөңгелектісіне ауысып отырғанда пайдалы. Сол себепті арқамызға сөмкемізді алып, велосипедпен тауға ұмтыламыз. Бүгінде қаламызда байкерлер саны көп. Тіпті өз араларында кешкі шаралар мен көңіл көтерулерді ұйымдастырылатын мәдени ұйымшылықта пайда болған. Бірақ Роман әлі күнге жан дүниесін түсініп, өмірлік серік болар жартысын кездестіре қоймаған. Екінші жартыңды табу қиындау, өзің таңдаған саланы түсіне араласа білетін. Болашақта тауға бірге серуендеуге шыққанда, жартыңды ертіп шығар күні тезірек туысын деп, біз де Романға сәттілік тіледік.